Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 28-ші сабақ. Бүгінгі тақырып талап танып келеміз. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқисың, қара сөзбен әңгімелейсің, өлең жұмағын құрастырасың. Бірінші тапсырма: суреттерді ретімен қойып әңгімелеңдер. Бүгін оқу жылының бірінші күні. Балалар гүлдерін ұстап мектепке келді. Мұғалім оларды жылы қарсы алды. Сыныпта балалар өз ойларын айтып, сабаққа белсене қатысты. Сабақ аяқталған соң балалар мәз болып үйге қайтты. Мектеп ауласы әдемі гүлдерге толы еді. Екінші тапсырма: өлеңді түсініп оқы, талап танып келеміз. Алғаш аздап именіп ауласына келеміз. Желкілдеген гүл болып құшағына енеміз. Өз аузына қаратқан ұстаз ойын ұғамыз. Сөйтіп әрбір сабақтан сәл есейіп шығамыз. Көкке жетіп төбеміз, көңілденіп тарқаймыз. Талап танып келеміз, қанаттанып қайтамыз. Қастек баянбай, именіп дегеніміз балалар жасқану деген мағынаны береді. Өлеңде де негізгі ой болады, басталады да жалғасады, аяқталады. Соған сәйкес өлең шумақтарға бөлінеді. Келесі үшінші тапсырма: үзіндіде өлеңнің қай шумағы әңгімеленіп тұр, анықтаңдар. Мектепке алғаш рет келгенім есімде, ауласына именіп кіргенбіз, әлі гүлдей нәзікпіз, білім алған сайын жайқалып өсеміз. Үзіндіде балалардың мектепке алғаш келген сәті, именіп, ұялып жүргені және гүлдей нәзік болғаны айтылған. Бұл өлеңнің бірінші шумағындағы оймен сәйкес келеді екен балалар. Келесі төртінші тапсырма: ақын ойын қара сөзбен жеткізіп айт. Екінші және үшінші шумағын. Ақын екінші және үшінші шумақта өз отанын, туған жерін мақтан етеді. Қазақстанның кең байтақ, табиғаты әсем, халқы еңбекқор екенін айтады. Бұл елде туып өскенін бақыт санайды. Бұл өлеңде мектепке алғаш келген балалардың ұстаздан білім алып, батылданып талпынатыны жайлы айтылған екен балалар. Келесі бесінші тапсырма: мектебің туралы бір шумақ өлең құрастыр. Өлең шумағын әрі қарай жалғастыр. Сәлем саған мектебім, сен де өсіп көктедім, сенен алып білімді, болашаққа беттедім. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.